Қазақстандағы медицина жетістіктерінің және дәрігерлердің маңдай терінің арқасында жеткен көрсеткіштер. Осындай үздік маманның бірі және бірегейі жетекші нейрохирург профессор Серік Дүйсенбі мырза бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, Серік мырза. Енді өзіңіздің еңбек өтіліңізді айтып берсеңіз, қанша жыл болды осы салаға келгеніңізге? Мен сол 1997 жылы Қытайдың Шия медицина университеті дегеннен бакалавр алғам. Сол оқуды бітіргеннен кейін нейрохирургиялық магистратураға түскем. Содан бері табаны күректе 28 жыл болды бейді. Енді 28 жылда нейрохирургия саласындағы артықшылықтар да көбейген шығар. Біраз өзгереді ғой, сала түрленеді деген іспетті. Нейрохирургия енді осы 28 жылда енді бүтін нейрохирургияның даму басқыштарының барлығын көріп өттік. Осы барышта нейрохирургия енді ұшқан құстай дамыды десек те болады. Енді Түркияның нейрохирургик маманы Гази Яшаргел деген адам биыл 99 жасында қайтыс болды. Сол кісі микронейрохирургияны 1968 жылы Швейцарияда осы біздің нейрохирургияға енгізген. Содан бастап нейрохирургия жоңғана жай нейрохирургия емес, ол микрохирургиялық технологиялармен жабдықталған. Сол арқылы дамып, енді осы әсіресе 2000 жылдан кейін бұған көптеген системалар пайда болды. Мысалы, навигациялық система дейді. Оның үстінде әзір роботтық технологиялар нейрохирургиялық операцияларға қолданылды. Ышқып ғарыш әлемінің естетілетін барлық технологиялар мидың ішіндегі операцияларға жаңа біз айтып жатырмыз, жасанды интеллектте қолданылып жатқан шығар. Қолданылып жатыр, кеңінен қолданылады. Мысалы, микрохирургия. Қандай функцияларды жасанды интеллект атқарып жатыр? Қазір сіздің салаңыз. Диагноз қою. Оның кейін енді мысалы біз кейбір аурулардың мысалы риск факторларын зерттеуіміз керек. Соның барлығын IT технологиясы арқылы мына жасанды интеллект арқылы меңгереміз. Зерттеулерді байқаймыз. Мысалы әзір журналдарда информация өте көп қой. Оның барлығын сіз оқып бола алмайсыз. Бірақ жасанды интеллект ол бірнеше минутта сол барлық интернетте тұрған ресурстардың барлығын пайдалана отырып, тез арада қысқа уақыт ішінде сізге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Десе де жасанды интеллект бұл бір қорытынды шешім қабылдамайтын шығар. Әрмен қарай сіздер адам ретінде, дәрігер ретінде тексересіздер оның барлығын. Енді көбінде ол Америкада кейбір жүргізілген тесттерге қарағанда, ол әдеттегі доғдырлардан 100% дұрыс қоя ма диагноз? 100% емес, олардың негізгі көрсеткіштері ол мысалы жалпылық доғдырлардан жоғары болады оны. Жасанды интеллект мен диагноз қойған жағдайда. Енді біз ойлаймыз, мида операцияларында да аздап әзір роботикалық технология, о да жасанды интеллект мен жасалған ғой. О да мысалы МРТ КТ навигациялық жүйелер арқылы мидың қызмет орындарын, артерияларын барлығын көрсетіп тұрады. Бірақ сонда да ол адамның қарауында болмаса, ол машинада мысалы 1000-1, 10.000-1 қателік болуы мүмкін де, сондай жағдайда ол қауіп қатер әкелуі мүмкін. Ертең мысалы жұрттың барлығы адамның бақылауында болады. Жұрттың барлығы өзіне диагнозды жасанды интеллект арқылы қойып кетпей бе дегенде бір қорқыныш болады, Мысалы, қазірдің өзінде де ата-аналар дәрігерге бармай жасанды интеллекттен сұрай салады. Менің мына жерім ауырып жатыр, не істеу керек деген іспетті. Енді ол ең маңызды мәселе, бұл мысалы сіз айтып отырған проблеманың мысалы зерттелу дәрежесі қаншалықты. Соған жиналған медициналық мықты журналдарда жарияланған мақалалар, зерттеулер толық ба? Оның алатын информациясы, мысалы ол жасанды интеллект ол барлық материалды интернеттен алады ғой. Интернетте мысалы ресурс толық болса, толық зерттелген болса, сонда ол дұрыс шешім қабылдайды. Енді оған мысалы кейбір аз кезігетін аурулар болады, мысалы оны ол кей кезде таппайды. Таппағанда ол мүмкін басқа нәрселерден жобалап отырып, соның мөлшері осылай болуы мүмкін деген. Сіз мақала демекші, өзіңіз де мақала жазасыз ғой, қандай бағыттарда? Осы нейрохирургия саласы ма? Мен бұрын Қытайда негізінен нейрохирургияда, сосудский нейрохирургия, микрохирургиялық жолдармен мидың аневризмаларын, артериялық мальформацияларын операциялау сол жағын істегем. 20 жыл. Енді сол барыста біз көбінде сол қан тамыр жағынан жазамыз. Яғни микрохирургия деген ол енді одан да ұсақ
сыртқы дүниелер, иә? Микрохирургия дегеніміз микроскоптың астында ота жасауды. Микроскоптың астында істелетін ота, иә? Ол микроскоппен бірге микротехнологиялардан пайдаланып жасалатын. Түсінікті. Операциялар. Екінің бірінің қолынан келе бермейді, өте күрделі мәселе. Ол үшін енді оған арнаулы чынығу керек. Микрохирургиялық тәсілдермен, микроскоппен жұмыс істеулеріңіз керек. Мысалы, біз микрохирургиялық операциялар жасаудан бұрын оның алдында біз мысалы қолғаптарды тігіп көреміз, онан кейін трубаларды тігіп көреміз. Моториканы да. Онан кейін нені тігеміз, мысалы тышқандарды операция қыламыз, анастомоз қоямыз оған. Сол арқылы барып сонан кейін адамға қарай кешеміз. Жалпы енді 28 жылдық жолда Қытайда білім алып бастадыңыз, одан кейін қандай елдерде бір тағылымдамадан өттіңіз, тәжірибе жинадыңыз, оқуға бардыңыз деген сияқты. 2004-тен 2005 жылға дейін Жапонияның Киото қаласында, Киото университетінің нейрохирургия кафедрасында бір жыл неде болдым, тағылымдамадан өттім. Ол жерде негізі профессор Нобуо Хашимото деген кісімен бірге болдым. Бір жыл шамасында 458 операция бірге болдым сол кісілермен. Бір жыл солармен бірге көріп, оның сыртында микрохирургиялық тағылымдамадан өттім сол жерден. Лабораторияда тышқандарға және кадаврик дейді ғой, анандай адамдарға өлген қайтыс болған адамдардың нелеріне, денелеріне, миларына операция жасау. Соның анатомиясын зерттеу, сол тақырыпта мен бір жыл сол жерде Сасагава Medical Scholarship деген атпен бір жыл зерттеуші болып жұмыс істедім. Сол бір жыл сол жерде болдым. Оның кейін енді Америкада көп болдым мен. Америка нейрохирургия қоғамдастығының шақыртуымен 3 ай Майами университеті Jackson Memorial Hospital дегенде болдым. 2006 жылы. Оның кейін Вашингтон университеті Harvard Medical Center дейді. Оның кейін UCSF деген University of California San Francisco деген. Енді олардан енді мен шығып Америкада былай осы кісілерден үйренуге тиісті, осы кісілер дүниежүзі бойынша мықты технологиялар меңгерген адамдардың негізінен барлығына барып солардан тағылымдамаға сіздің мамандығыңызда өзі өмірі біліктілікті арттыруды талап етіп отыратын мамандық қой. Сол себепті әлбетте толқыннан қалмау үшін мұның бәрі сізге де қажетті. Сіздің кәсіптегі ең бір әдемі тұсы осы сияқты. Сіз де алғысты көп естисіз бе жалпы клиенттер, науқастардан? Қандай көңіл күйде болады? Әлде үйреншікті нәрсе ме? Дұрыс ем-дом алып шыққан. Көбінде алғыс естіп тұрамыз. Енді ол мына науқастың алғысы доғдырға шабыт береді. Сіздің еңбегіңіз өтілген сайын, сіздің еңбегіңіз көрінген сайын, сізге еңбегіңізге сенімділік білдірген сайын, сіздің мәртебеңізде, сіздің технологияңызда, сіздің өзіңіздің операцияңызға деген сенімділігіңізде артып отырады. Әрине. Өз-өзіме деген сенімділігім өседі десеңіз. Өзіңіз сенімділігіңіз, жұмысқа деген сенімділігіңіз, болашаққа деген үмітіңіз жоғарылай береді. Біз де сізге қазір алғыс білдірейік. Көп рахмет сізге істеп жүрген жұмысыңызға. Бұл нейрохирургия деген өте бір қиын бағыттың бірі медицинадағы. Бұған бір қабілет керек, шыдамдылық керек, сабырлық керек, және мына қолдарыңызда машықтанған сондай. Осы орайда соңғы сұрақ болсын, енді жаңа қиын деп жатыр ғой әріптесім. Шынымен қиын. Екінің бірі бұл саланы таңдай бермейді. Қазір енді өзіңіз шәкірт тәрбиелейсіз ғой. Жастардың көзқарасы қалай бұл салаға? Жастар көп пе, шәкірт көп пе? Шәкірт көп қой. Үйренгісі келетін адамдар көп, бірақ жаңа сіздер айтқандай нейрохирургияны үйрену ол өте шыдамдылықты, өте табандылықты, әсіресе доғдыр болған адам жауапкершілікті талап етеді. Шаршамау керек. Ол сіз біріншіден жауапкер болуыңыз керек, екіншіден адал болуыңыз керек, үшіншіден табанды, онан кейін тоқтамай үйренуіңіз керек. Мысалы, сізде бір жаңа бір операция көрдік деді. Ол операция лептоменингеал сел деген мысалы сондай диагноз болатын болса, сол қанша түрлі кездегі оның қандай емдеу амалдары бар, соның барлығын сізге кезде аз кезігетін аурулар дереу интернетқа шығып қарап оқуыңыз керек. Оны үйреніп оқуыңыз керек. Мысалы, ертең мен операция жасайтын болсам, ол операциямен көп кезікпейтін операция болатын болса, мен соған қатысты материалдарды, жүру жолдарын, қауіп қатерлердің, оның алдын алу шараларының барлығын ойластырып, алдын ала даярлық жасауым керек. Көңіл жағынан, мысалы, материал жағынан, оның кейін өзіңіз демалыс жағынан барлығынан оған даяр болуыңыз керек. Ақпарат аз болуы мүмкін, оның үстіне. Әзір енді
сирек кездесетін аурулар, сирек кездесетін аурулардың оның тәжірибелері, мысалы біз көптеген тәжірибелерді бұны көбінде зерттеу арқылы әкелеміз. Бұл зерттеудің ең жоғары дәрежесі бұл evidence-based medicine деген. Ол мысалы дәлел сипаты келтірілген медицина. Ол үшін мысалы біз ауруларды екі түрлі методпен емдейміз. Мысалы бір дәрі мысалы давленияны жақсы емдейтін болса, ол давленияны біз мысалы давленияның және бір түрлі дәрісімен салғастыру үшін оны бөлек-бөлек группаға бөліп, ұзын уақыт байқау арқылы, соның кейін оны салыстыру арқылы білеміз. Ол аурудың өзі не дәрі ішіп жатқанын білмейді. Сондай жағдайда ол randomized clinical trial деген болады. Соған бөліп, соны істеп, соның кейін содан дәлелденген нәрсені біз стандарт етіп протоколға кіргізіп, сол протоколды жүргіземіз. Сол үшін, мысалы, сирек кездесетін ауруларда олардың протоколдары толық болмайды. Өйткені ол, мысалы, бір жерде Америкада бір-екеу істейді, ана жерде бір үшеу істейді. Содан сіз IT технологиясы жаңағы жасанды интеллект жолымен оның ресурстарын тексеретін болсаңыз, ол өте аз шығады. Оның кейін оның кейбіреулері басқа тілде болуы да мүмкін. Мысалы, Қытай тілінде болуы мүмкін, испан тілінде болуы мүмкін, кей кезде оның барлығын информацияны. Мына сұрақ маған қызық болып тұр, сұрай кетейік. Ең ұзақ жасаған отаңыз қанша тәулік болды, мүмкін сағат болды? Біз көбінесе көріп жатармыз ғой интернетте. Біз енді ең жоғары жасаған отамыз 16 сағат операция жасағанбыз. Қытайда жүргенде. Арасында демаласыздар ма? Жоқ, демалмаймыз. Демалмаймыз. Мен интернетте көп көремін суреттерді. Мына операциядан кейін шамасы бірнеше сағатқа созылған операция болуы мүмкін. Дәрігерлер сол жерге жатып демалады, иә? Ондай сіздерде болады ма? Жоқ, біз енді ондай, өйткені сіз операция кезінде тоқтай алмайсыз ғой. Өйткені біздің операциялардың барлығы наркозда тұрады ғой. Наркозда тұрғанда, мысалы, 1 сағат артық операция жасасаңыз, 1 сағат ауруға қауіп-қатер төндіреді. Наркоздың дәрісінің уақыт ұзарған сайын адамның ана гемодинамикасы, орнықсыздығы төмендейді. Сіз наркозды өте ұзын уақыт жасасаңыз, науқас мүмкін гемодинамикалық жақтан жүрегінің шыдамдылығы төмендейді. Өкпесінде, мысалы, өкпесінің ауа алмастыруы нашарлайды. Әр сағат, әр секунд баға болып тұр ғой. Отыруға болмайды да, оны операцияны 6 сағат бойы тік тұрып істедіңіз, иә? Жоқ, біз енді нейрохирургияда 6 сағаттық операция деген бізде енді ең қысқа операцияларымыз 1 сағат, 1,5 сағатқа кетіп қаламыз. Әдеттегідей. Енді ол үлкенірек операциялардың барлығы әдетте 4 сағаттан 6 сағат. Ол күнделікті негізгі операциялар 4 сағат 6 сағат болады. Енді үлкенірек, мысалы, біз кеш айтқам, біздің әзір кіргізіп жатқанымыз Қазақстанда мидың астындағы ісіктер болады ғой. Одан оны жасау, мысалы, жаңағы мына кісілерін жасап отырғанда мидың астында бұл. Суаққан жері, мидың ана шыққан жері, суаққан жері ол мидың астында. Мидың астында жарық болатын болса, сол жерде ми шықса, болмаса су шықса, соның кейін барып соны менингеосел деп айтады. Енді мысалы біздің мидың астында жасайтын операцияларымыз, олар мына мойыннан кеткен позвоночниктен барған артериялармен оны орап, соның арасында өседі ғой. Сол үшін біз әзір операция жасағанда, мысалы, сіз сол үшін сосуд жағынан да, онкологиялық жақтан да, екі жағынан да қабарыңыз болу керек. Мысалы, сосуд үзіліп кетсе, сосудты жалғайсыз. Сосудты алдымен жалғап, айландырып, соның кейін барып созылып кетуі мүмкін деген сияқты, иә? Жоқ, созылып кетуі емес, ол ана аурудың рискін төмендету. Жақсы. Серік мырза, көп рахмет. Гибридна технологиялар. Сіздің кәсібіңіз сондай қызықты. Мысалы, біз сіздердің ішкі кухняларыңызды білмейміз ғой, содан кейін сондай үйіп тыңдап жатырмыз. Сізге алғыс білдіреміз бүгін біздің студиямызға келгеніңізге. Осындай білікті сіз сияқты мықты мамандар бар болсын. Және көп болсын.